Ассаламу алейкум. Кешірім жаттығуын қалай жасаймыз деп бір тыңдаушымыз сұрапты. Жақын арада кешірім жаттығуын каналға жүктейтін боламын. Қалай жасайтын жолдарын сол кезде біліп аласыз. Менің нұсқаулығыммен бірге бір жасайсыз. Сабырлықпен күтіңіздер, алайда кешірім жаттығуын жасағыңыз келсе көптеген жолдары да бар. Мысалы, кешірім хатын жазып та кешіріп тастауға болады. Соның жолын көрсетіп кетейін. Психологияда өкпе, ренішті кешіретін тиімді тәсілдер бар. Ренжімеуді, ренжіткен адамды мәңгі кешіруді қалай үйренеміз? Ренжіткенді кешірудің бір тәсілі, сол ренжіткен адамға хат жазу, әлбетте оны қолмен жазуға тура келеді, өйткені ол барлық нәрсені жіктеп жазуға және барлық ренішті сыртқа шығарып тастауға көмектеседі. Жазып болған соң ол қағаз не жыртылады, не өртеледі. Хатты ренжіткен адамға берудің қажеті жоқ. Хат бір парақ қағазға, нақты бір адамға қаратылып жазылуы керек. Хаттың үлгісі. Мен саған ренжулімін, өйткені. Барлығын жазу керек, үлкен болсын, кіші болсын, барлық ренішті есіңізге түсіріп жазыңыз, мен сені кешірдім. Сен де мені, ойыңызға не келсе соны жазыңыз, сен туралы жаман ойлағаным үшін, ұрсысқаным үшін, демеу болмағаным үшін, сені бар қалпыңда қабылдамағаным үшін, аз рахмет айтқаным үшін, кешір. Сондай ақ өзімді де кешіремін. Ендігі жерде, болашақта бұл адаммен қандай қатынаста болуды қалайсың соны жаз. Үйлесімді қатынас құрып дос секілді араласу, бір-бірімізге демеу болып, қадірлеу боламын. Саған рахмет. Нақты болған жағдайларды еске түсіріп жазу керек үшін. Мен сені мына әлемнің бір бөлшегі ретінде жақсы көремін, Құдайдың жерге жіберген таңдаулы адамы ретінде, маған тәжірибе сыйлаған ұстазым ретінде жақсы көремін. Саған рахмет айта отырып бақытты өмір тілеймін. Егер реніш өте терең болмаса, онда осы жеткілікті. Хатты жазып жатқан кезде жылағыңыз келсе, жылаңыз. Өзіңізге қаншама уақыттардан бері іште сақтаған эмоцияларды шығаруға рұқсат етіңіз. Мен әрбір тыңдаушымның пікірін, сұрағын оқимын және жауап беруге тырысамын, ал кешірім жаттығуын тез күндерде шығарамын. Иншаллах, тафаккур терапия сізге бақыт, жетістік, сәттілік тілейді.